Сәлем қыздар, мен босанып келгеннен кейін бір айдан соң осы жаттығуларды жасап, коллаген ішіп, жатырды қалпына келтірген болатынмын. Енді сіздермен де осы жаттығулармен бөліскім келіп отыр. Мен енді өзім интернеттен, ютубтан қарап жасаған болатынмын. Енді послеродовой білесіздер, жатыр тым төмен түсіп кетеді, ауырсынады дегендей. Сондықтан енді түскен жатырды қалай жоғары көтереміз. Бір емес, бірнеше жаттығуды көрсететін боламын. Дәл видеода көрсетілгендей қынапты қысып тұрасыздар да, міне осылай ұстап аяқты жоғары көтересіздер, жаттығу жасайсыздар. Міне ішті де төмен қарай тартасыздар. Бұл деген енді жатырдың орнына келуіне, тез қалпына түсуіне жақсы көмектесетін жаттығулардың бірі. Екінші жаттығу ішпен көбірек тыныс аласыздар. Дәл видеодағыдай одан кейін барып осындай жаттығуды жасайсыздар. Бұл енді өздігімен босанған қыз-келіншектерге арналған жаттығудың бірі. Одан кейін енді үшінші жаттығуды көрсетіп өтейін. Белді жоғары қарай міне осылай көтересіздер, гравитацияны алдайсыздар, төмен түсіп тұрған жатырды яғни кейін қарай кетуіне көмектеседі. Егер де осы жаттығуды жасасаңдар, бір жеңілдеп қаласыздар, рахаттанып. Одан кейін міне послеродовой міне осы коллагенді іштім және мама боксты ішіп, тез қалпыма келуіме, организмнің қалпына келуіне осы екі витамин көмектескен.